Баршаңа сәлем, назарда Айзада Хабибуллаева. Мен Атырау қаласы Мақат ауданында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Мақат ауданындағы Рысбай Ғабдиев атындағы ұлт аспаптар оркестрінде прима қобызшы мамандық бойынша жұмыс жасап жатырмын. Сонымен қоса Доссор кентінде мәдениет үйінде ансамбль мүшесінде жұмыс жасаймын. Қобыз аспабынан бөлек, әрине мен қосымша хоббим ол торт пісіру. Яғни қазіргі таңда Мақат ауданында Айса тәттілері кондитерлік торттар пісіріп жатырмын. Ең бастапқыда мен қобыз аспабына түскен жоқпын. Алдымен 3-ші класстан бастап биге қатыстым. Одан кейін би жабылып қалуына байланысты қобыз аспабына 2011 жылы түскен болатынмын. 5 жыл оқып, кейін 2015 жылы Атырау қаласы Дина Нұрпейісова атындағы академияға оқуға түстім. Дина Нұрпейісова атындағы академияны 4 жыл оқып, 2019 жылы Астана қаласындағы Шабыт университетіне оқуға түстім. Қобыз аспабы менің өмірлік серігім деп айтсам болады. Оған мектеп кезінен бастап бірнеше конкурстарға қатыстым. Және де 2018 жылы Алматы қаласында жыл сайын өтетін олимпиада конкурсы бар. Сонда 3-ші орын алған болатынмын. Әрине ол именно қобыз конкурсы бойынша маған өте үлкен күрделі конкурстардың бірі болып есептелді. Өйткені ол жерде үлкен сахна, ұлағатты ұстаздардың алдында неше түрлі қиын шығарманың барлығын орындау мен үшін әрине үлкен жетістік болды. Және де өзіме біршама тәжірибе жинадым деген ойдамын сол уақытта. 2019 жылы Астана қаласында оқып жүрген кезімде Мисс Қазақстан жылдық үлкен байқау ұйымдастырылған болатын. Әрине бастапқыда мен қатысам деп ойлаған жоқпын. Кейін қасымдағы құрбыларымның, үй-ішімнің ұсыну бойынша, қолдау бойынша конкурсқа қатысып көруді ұйғардым. Және де ол конкурста маған үлкен опыт алып келді деп айтсам болады. Онда не только сұлулық, адамның өмірге көзқарасы, әйел адамның өзін ұстауы, соның барлығы үлкен рөл атқаратыны осы конкурста маған айқын көрсетілді. Бұл жерде тек сұлулық емес, адамның ішкі дүниесі де өте маңызды екені айқын көрінді. Жалпы Мисс Астана болған кезде бұл байқау мен үшін үлкен мүмкіндіктерді ашты деп айтсам болады. Оған дейін мен ішімдегі болмысымды, таланттарымды ешқашан ашқан емеспін. Менің тек қана бір мақсатым болды, қобыз аспабын ғана оқып шығып, өзімнің ауылымда мұғалім болып отырамын деген жай ғана менің бір ғана ойым болды. Бірақ осы конкурсты ұтқаннан кейін менде бойымдағы таланттарымды ашып, одан сайын ойымды, өмірге көзқарасымды одан сайын кеңейте түстім деп айтсам болады. Және де Мисс Астана байқауы маған үлкен түсінік алып келді. Әйел адам өзіне үлкен жұмыс жасаған сайын, оның болашағы одан сайын жарқын болып ашып, әйелдік энергиясын, әйелдік болмысын, өзінің ішіндегі үлкен мүмкіншіліктерін одан сайын ашуға үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Негізі қобыз аспабы маған үлкен мүмкіншілік алып келді деп айтсам қате айтпаймын. Өйткені осы қобыз аспабын тарту, жалпы қазақтың ұлттық аспаптарын тарту үлкен жауапкершілікті, төзімді талап етеді. Осы қобыз аспабын 10 жыл оқығанның ішінде мен үлкен төзімділікке ие болдым деп айтсам, сол қасиетті бойыма сіңірдім деп айтсам қате айтпаймын. Өйткені сол еңбектің арқасында, талпыныстың арқасында мен қазіргі таңда өзімнің өнерімді торт саласына ұштастыра білдім. Өйткені торт пісіру ол жай ғана торт пісіру емес. Ол кезде неше түрлі идея, дизайн, адамның сұранысын бір әдемі туындыға айналдыру, соның барлығы бір үлкен талантқа жатады деп ойлаймын. 2024 жылы мәдениет саласының үздігі премиясына иелендім. Әрине ол мен үшін үлкен қуаныш, өткен әкімнің өзінен сондай үлкен алғыс алу, үлкен жетістіктердің бірі. Және де мен ойлаймын, мәдениет саласы жалпы өте қиын салалардың бірі. Өйткені қаншама адамдар оның сахнаның артында қандай еңбек жатқанын көп адамдар біле білмейді. Музыканттар, жалпы әртістер, өнер адамы ғана осы үлкен ауыртпашылық жолды түсінеді, біледі. Және де біздің мақсатымыз халыққа бар әдемілікті, өнерді паш ету. Алдағы уақытта Құдай қаласа осы торт саласын одан әрі дамытқым келеді. Яғни
Атырау қаласында үлкен кондитерлік цех ашу менің ойымда бар. Неше түрлі дизайнда современный торттарды клиенттеріме ұсынғым келеді. Ең соңғы айтарым, жастарға әрқашан талпыныңыздар, алға ұмтылыңыздар. Өмірде қандай да бір қиыншылық кездессе, ешқашан мойымаңыздар. Өмір әрқашан ақ пен қарада тұрады. Тек сол ақ пен қараны әрқашан әдемі ұштастырып біліңіздер деп айтамын. Бар жақсылық тілеймін.